Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрінің тапсырмасымен Түркістан облысы полиция департаменті криминалдық полиция басқармасында киберқылмыс пен интернет алаяқтықтың алдын алып анықтауда 6 жедел уәкіл 3 тергеушіден құрылған киберқылмысқа қарсы күрес тұрақты тобы қарқынды жұмыс жүргізуде. Құрылған топ интернет алаяқтық қылмысымен айналысқан жалпы 31 тұрғынды ұстап, олардың 56 дерек интернет алаяқтық қылмыстарына қатыстылығын дәлелдеген. Қылмыстық істер бойынша жинақталған іс құжаттар сотқа жолданған. Мәселен, аталмыш топтың жедел уәкілдері облыстың 6 тұрғынын алдап, олардың атынан онлайн несие алған жас жігітті ұстады. Қазіргі таңда күдікті қамауда. Оған қатысты материалдар айыптау актісімен сотқа жолданды. Айта кетсек, киберқылмысқа қарсы күрес қызметкерлері орын алған интернет алаяқтық қылмыстарын саралап, жергілікті халықтың қаржылық сауаттылығын арттыру мақсатында жүйелі профилактикалық іс-шараларды үнемі ұйымдастырып келеді. Сондықтан бұл бағыттағы шаралар күн тәртібінен түскен емес. Құрметті облыс тұрғындары, алаяқтардың арбауынан сақ болыңыздар.